Қалайсыңдар достар? Дәл қазір біз уйгурский ресторанның жанында, капоттың алдында уйгурский самсадан жіберіп жатырмыз. Шыны керек, самсалар онша емес. Қазақстанның самсаларына жетпейді. Қалай, дос? Нормально? Айба! Қалайсың, күлшеш, айба? Айтасыз? Қалай, мына самса күшті ма? Казгудың жанындағы самса күшті ма? Казгудың жанында, конечно. Біз бұрын Казгудың жанында жестко самса жейтін едік, остановкада. Сол ағайды жоғалтып алдық. Ағай, если сіз мына видеоны көріп отырсаңыз, связьға шығыңыз. Сіздің самсаларыңыз әлемдегі ең керемет самса. Әлі ондай самса жек көрмедік. Сосын ақшамыз болмайтын кезде сол тәте мен аға бізге қарызға беретін. Сол үшін көп рахмет. Иә, қарызды қайтармаған үшін ренжімеңіз. Әзіл, қарыздың бәрін қайтардық. Достар, в общем, біз бүгін Американың тағы да бір развлеченияларының бірі шоппинг деген керемет развлеченияға баратырмыз. Развлечение бола ма? Қалай болады жалпы? Ұра бершеш. Шоппингпен айналысуға баратырмыз. Америкада скидка деген өте көп болады, часто болып тұрады. Ең үлкен скидкалардың бірі ол жалпы Америка емес, бүкіл әлем бойынша Черная пятница деген. Черная пятница сияқты киберпонедельник деген бар. Біз бүгін сол киберпонедельникқа қаланың шетіндегі үлкен аутлеттердің біріне бара жатырмыз. В общем, көреміз қалай болатын. Бұл жақтан трансляция жүргіземіз. Дайынсың ба? Не аласың? Өте экономный әйеліңді қарсы алып, ештеңе алмаймын. Дым алмайсың ба, прям? Дым алмаймын. Ақша жұмсамаймын ондай артық нәрсеге. Сіз ше, сіз не аласыз? Ну, мен кросс аламын деп ойлап жатырмын, пока кроссым жоқ. Сол, кросс алу керек, достар. Абылай, қалайсың? Жақсы. Қайда кетіп баратырмыз бүгін? Аутлетқа кетіп баратырмыз. Қандай атын білмеймін, бірақ. Бар ма аты? Жол қалай екен? Жол жақсы, бірақ жолдары қалай? Ерекшелігі неде? пробка болып жатыр. Ерекшелігі Америкада ол жол, жол ғой, жол. Машина жүретін. Бізде тек жол деген аты бар. Иә, достар, біздер Америкада өте кең танылған аутлет деген, яғни белгілі брендтар, мысалы айтсақ Nike, Adidas, Puma, тағы да көптеген брендтардың, барлық сол брендтардың киімдері бір жиналған жерге барамыз. Ол жердің ерекшелігі барлық заттар үлкен жеңілдіктермен сатылатын болады. Соған біраз киім мен аяқ киім алуға кетіп баратырмыз. Жаңағыдай ма, белгілі брендтар клейм. Прям әлемге әйгілі брендтар, қандай аты? Ну, в общем, бәрі білетін брендтар енді. В общем, міне жол. Мына қараңыздар, пробка болып жатыр, сәл-пәл. Бірақ бұл нормально, бағана вообще жесткий пробка болған. Дос, қалайсың? Нормально, суп кетті күн. Қымбат достар, мінекей біз аутлетке де келіп жеттік. Шыны керек, парковкада орын жоқ, хотя аутлет өте үлкен. Прям бар ғой, нереально үлкен. Бүкіл бутиктарды аралап шығуға бір күн жетпейді, это точно. Даже просто қарап шығам десең де. В общем, міне мына жақтан кіреміз. Қазір дальше по ходу магазинға шығады. Мен маска киіп алайын, маған бәрі напрягаться етіп қарап жатыр. Адамдарды қарап. Мінекей қымбатты достар, біз ішкі территориясына кірдік аутлеттің. Мына жақта міне көріп тұрғандарыңыздай осылай бутиктар, бірінен кейін бірі өте көп бутиктар. Міне Кельвин Клейн. Айдына кетті ішіне. Кеттік, ішін көрейік. Міне, екі кереметтей кофта. $50. Бір кофта $29. Ну да, Кельвин Клейн үшін. Кельвин Клейн, Шлейн. Міне, қымбатты достар, мысалға мынандай Кельвин Клейннің кереметтей курткалары өте әдемі екен, маған ұнап тұр мысалға.
70% скидкамен сатылып жатыр. Ал өз бағасы негізі бұл куртканың куртка ғой, иә? Курточка ғой. Курточка. Өз бағасы $225. Получается, еще плюс 70% скидка. Мен қазір скидка көрейін деп жатырмын. Мен размерім, менікі М-ка. Қалай? Әдем болып тұр. Шелвин шлайым болып жүресің зато. Қалтасында қалай не бар? Қалай ұнап тұр ма? Ұнап тұр. Бірақ Лос-Анджелеста қыс болмайды, сондықтан мен бұл куртканы алмаймын. $225 Карл. Жоқ, скидка болады, бірақ 70%. Жоқ, қалай? Әдем болып тұр. Цвет әдем екен еще. Мне Армани, мне Том Форд, Томми Хилфигер тұрар жақта. Балли, Джон Варватос. В общем, жаңағы курточка $68 шығып тұр. Менің ойымша $68 жаңағыдай куртка өте керемет. Бірақ мен алған жоқпын, себебі пока необходимость жоқ куртка киюге. Міне қымбат достар, мысалға Томми Хилфигердің футболкалары бағасы $60, 70% скидкамен. Получается, где-то бір $20 футболка алуға болады. Но менде Томми Хилфигердің футболкалары көп. Маған айдын алып кетірген. Америкада болғанда. Міне мына жақта рубашкалар бар, 70% скидкамен. Барлығына көбінесе сол 50-70% скидка болып жатыр. Мына жақта. Лакоста бізге қызық емес, ішінде адам аз екен Лакостада. Прада. Дьявол носит Прада. Бір нәрсе жейсің ба? Жейм. Жүр, мен саған бір нәрсе алып берем. Мен саған киім емес, мен саған тамақ алып берем. Біз тамақ ішу үшін келеміз мынандай жерге де. Иә, кеттік. Мынау не екенін білмеймін, қазір көреміз. Міне тако дейді. Начос. Возьми одну, попробуй вот эту. Майкл Агус. Короче, бір напиток алдық. Не деп айтты ішінде? Үстінде гүл тұрады деді ма? Түсінбей қалдық. Түсінбедік, короче, көреміз қазір. Но бірақ вкустары арбузный бар, манго, ананасовый. Біз манго алдық. Бағасы $10. Былайша айтқанда 4000 теңгеге напиток алып отырмыз. Қалай екен? Не знаю, что это. Нет, выглядит прикольно и аппетитно. Екі влогер, бір отбасы да. Айдына дәмін көріп отыр. Короче, $10 мангоның суын алдық по примерно. Бетіне кетчуп сап берген. Ана кетчуп па? Кетчуп па? Но так прикольно. Дәмді. На. Капец, ащы еще, ойлаш? Что это ты мне дала? Ашты ғой? Мне Дольче Габбана. Что там еще? Поло. Ребекка Тейлор. Марк Джейкобс. Фенди. Атамыз онша емес нәрсе алып алуға біз білеміз да? Иә, біз мастеріміз онша емес нәрсе алуға. Туалет қайда екен? Туалетта болу керек. Айтас, туалет қайда білмейсің ба? Все. Рахат. Айғайлап сұрай берсең болады, туалет қайда деп. Ешкім түсінбейді деші. Burberry'ға кіреміз ба? Или Mulberry'ға кіреміз ба? Шынымен адам өте көп екен, жалпы аутлетта. Бірақ біз негіз ойлағанбыз, очередь бола ма деп, прям жесткий. Но олай емес, очередь аса қатты емес. Енді қазір Nike'та или Adidas'та болмаса, көреміз қазір оны. Бірақ жалпы адам бар, бірақ қатты көп емес. Ну, точнее, адам көп, бірақ очередь көп емес. Қалай? Дос! Бэтменмен ойнап жатсың ба? Бэтменмен ойнап жатсың ба? Не істеп жатсың? Шоппинг жасап жүрсің ба? Қымбат достар, біз дәл қазір Fossil'да жүрміз. Бұл бренд көбінде сумка, портмоне, сағат деген аксессуарлар сатады. Маған осыдан қанша? 4 жыл бұрын ма?
2018-де ғой, 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын ба? 2018 жылы айдына Америкадан тоже алып келіп берген. Міне менің портмонем Fossil аты тоже. И қазір 2 жыл өтті. Качественный, бірақ негізінде. Жақсы, иә. Жыртылған жоқ. Nike іздеп жүрміз, таппай жатырмыз. Айдынаның любимый брендтарының бірі Michael Kors. Сумкалар 159 Мен үшін бұл Michael Kors емес, мен үшін бұл Mortal Kombat. Ұқсайды, қараңыздар. МК Mortal Kombat. Қайсысы? Опять смотри, сколько он стоит. Айдынада дәл осындай сумкалар. 398. Қымбат достар, біз келдік Nike-қа. Тауып алдық Nike-ты. Міне. Көріп тұрғандарыңыздай Nike-ның алдында кішігірім очередь бар. Қымбат достар, біз Nike-ның ішіндеміз, кірдік Nike-қа. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте адам көп Nike-та. Сыртта очередьпен кіргізіп жатыр. В общем, сол. Қазір енді по ходу дела көреміз бағаларын. Барлық кроссыға 30% скидка жүреді. Және ошақтан алып, размеріңді таңдап ала бересің. Мысалы, мына жақта тұрған ол соңғы бағасы. Қазір мысалы $50 деп тұр, оған плюс 15-30% скидка жүрсе, демек $35-ға примерно бір кроссыйдың бағасы шығып тұр деген сияқты. Мен просто примерно ала салдым. Мысалға мынау $54 деп тұр. Міне. Air Max 2. Мыналар чуть дороже мне, $100. Міне мынандай кроссылар. Бірақ мен ондай кимеймін. В общем, міне мысалға мынау кроссылар. Міне мыналар $44 тоже. В общем, примерно по идее өте жақсы баға. Айба, қалайсыңыз? Чо, қандай кроссы? Осы дәл өзімдікіндейімнің ағы, короче. Да? Air Max. Айырасы ма на кроссымен қаншадан екен бағасы? $70 ма? $70, $21 скидка, $50 ғой, короче. Вот, футболкалар тұр, $15-дан. Just do it. Барахолкада толып атқан футболкалар. Мынандай міне гольфиктар бар. Прикольный бағасы $30. $30 и возможно тағы сверху скидка болады. Міне спортивкалар. Ал. $50-дан. Походу пока, да? На $50-ға еще скидка жүреді, кажется, или осы ма, 50 ма? Осы 50. Да? Міне қымбат достар, қараңыздар. 2 пакет деп кроссы алып жатыр. Телефонмен сөйлесіп сұрап жатыр, қандайын алайын деп. Міне достар, прикольный шорттылар бар мынандай. Бағасы $12. Қараңыздар, Gucci-ға очередті. Біз, в общем, Nike-тан шықтық, ештеңке алған жоқпыз. Негізі скидкалар мынау жалпы жаңағы Черная пятница дегенше. Пятница күні басталған, бүгін понедельник. Өтіп кеткен бәрі, иә? Иә, өтіп кеткен, и скорее всего сол күндері келіп, прям жақсы-жақсыларын адамдар талап алып кеткен. Қазір онша местер қалған сияқты, мен ойымша. Қымбат достар, біз, короче, шоппингқа келдік қой негізінде. Бірақ дым алмадық вообще. Біраз магазиндарға кіріп шықтық, бутиктарға. В итоге, короче, бір ішетін нәрсе алдық басында бағана түсірген. Сосын жейтін бір нәрсе алдық, андай ұзын бауырсақ сияқты. Бауырсақ сырты тәттімен оралған, себілген. И қазір мексиканский буррито алдық. Бүгінгі 3 покупкамыз. Иә. Киім қараймыз деп келіп, в общем, тамақ жеп кеттік. И қазір походу уже қайтамыз, салқындап баратыр. Еще бутиктар жабылайын деп жатыр, потому что карантиннің кесірінен бәрі ерте жабылады. Сол, короче.